Саламатсыздар ма, құрметті студенттер? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы бронхлардың қабынуы. Бұл сабақта бронхопневмонияның этиологиясы және симптоматикасы жайлы атып өтетін боламыз. Бронхопневмония дегеніміз қандай ауру? Бронхлардың және өкпелердің жекелеген бөліктерінің қабынып, альвеолалар мен бронхлардың қуыстарына эпителий клеткалары, қан түйіршіктері аралас жалқаяқтың жиналып тоқырауымен сипатталатын ауру болып табылады. Тыныс алу жүйесі ауруларының 80% осы ауруға тиесілі келеді. Бұл аурумен бұзаулар, торайлар, қозылар жиі ауырады, ал құлындардың ішінде сирек кездеседі. Көбінесе бұрын басқа аурумен ауырып жазылған, атап айтатын болсақ, диспепсия аурумен ауырып жазылған, және де резистенттілігі төмендеген төлдер жиі ауырады. Жіті жөтілеу, созылмалы, катаральды, фибринді және де іріңді түрлерін ажыратамыз. Себептері бірнеше қолайсыз жағдайлардың бірден әсер етіп, организмнің төзімділігін әлсіретуі. Профессор Данилевскийдің еңбектерінде төлдердің тыныс алу жүйесінің анатомиялық, физиологиялық ерекшеліктерінің де себебі бар. Аналық малдардың рационында А витаминінің, каротинінің жетіспеуінен эпителий торшаларының қорғау қабілеті нашарлайтындықтан микроорганизмдер олар арқылы өтіп, ұрықты зақымдауы да мүмкін. Зоогигиеналық қалыптылықтың бұзылуы, әсіресе демалатын ауада аммиактың, су буының, шаң тозаңның, көмірқышқыл газының, күкіртті сутегінің, метанның шоғырланулары көп себеп болады. Төлдердің азығының дұрыс болмауы, уыз сүттен бастап ультракүлгін сәулесінің жеткіліксіздігі, уақытында серуендетуді ұйымдастырмау, ерте пайда болатын ауруларды, әсіресе ас қорыту жүйесінің дер кезінде емдемеу осы ауруға апарып соғатыны сөзсіз. Төлдерді суықта ашық көлікпен тасымалдау, едені цемент, торайларда кездесетін цемент ауруы, төсеніші жоқ, жел орай қораларда ұстау, суық сумен суғару, жуу, ыстық жерде көлеңкенің болмауы да осы аурудың туындауына септігін тигізеді. Алдағы суретте бронхопневмония ауруына шалдыққан өкпені көруімізге болады. Арғарай, дамуы ауруды тудыратын себептердің әсерлерінен организмде әуел баста аллергиялық сезімталдық күшейеді де, нейрогуморальдық реттеушілік реакциясының бұзылуы салдарынан бронхлар мен альвеолаларының қалыптасқан қызметтері өзгереді. Өкпеде қан іркіледі, оның сары суы бронхлар мен альвеолалардың қуыстарына жиналады. Эксудат бар жерде микроорганизмдердің өсіп өнуі жылдамдайды. Организмде түзілетін улы заттар қанға сіңген уақытта дене қызуы көтеріледі. Бронхопневмония ол тек қана бронхының емес, өкпенің қосарланып қабынуы болып табылатындықтан, алдағы суретте де өкпедегі патологиялық өзгерістерді көруімізге болады. Патанатомиялық өзгерістер өкпелерде дақтанып, немесе тұтас зақымданған қабының ошақтарын байқауымызға болады. Бронхы, альвеола қуыстарында жалқаяқ, эксудат жиналады. Созылмалы түрінде өкпелер мен бронхларда өлі еттеніп қатайған, іріп шіріген, ыдыраған, еттенген жерлерін байқауымызға болады. Кеуде қуысындағы лимфа түйіндері ұлғайған, бауырдың көлемі ұлғайған, жүрек еті күңгірттенген және жүрек қабында лайланған сұйықтықты байқауымызға болады. Кей кезде плевра кеуде сүйегіне жабысып жатады. Клиникалық белгілер. Жіті түрінде 2-5 күндері жөтел пайда болады. Тыныс алуы ауырлай түседі. Демікпені байқауымызға болады. Танаудан әртүрлі ақпалар ағады. Бастапқыда құрғақ, артынан ылғалды сырыл естіледі. Өкпелердің жоғары бөлігінде күңгірттенген дыбыс анықталады. Жітілеу және созылмалы түрлерінде кілегей қабықтары көгерген, тыныс алуы жиі, дем шығару қиындайды, демікпе байқалады. Жөтел, қырыл анықталады. Перкуссияда өкпелердің әр жерлерінде күңгірттенген дыбыстарды анықтауымызға болады. Жүрек қан тамырларының қызметтерінің жеткіліксіздіктерінің белгілері анықталады. Қан азаяды, бауыр қызметі өзгереді. Рентген және флюорографияда дақты ошақтарды байқауымызға болады. Қанның құрамы әртүрлі өзгерістерге ұшырайды.
Ауруды анықтау үшін не істеуіміз қажет? Ауру жайында жиналған мәліметтерге назар аударуымыз қажет. Диспансерлік тексерудің нәтижелерін, негізгі клиникалық белгілерін, рентген, флюорография көрсеткіштерін, қанды, танау ақпаларын, лабораториялық зерттеу нәтижелерін, бронхоскопия, бронхография, бронхофотография, биопсия әдістерімен тексеруіміз қажет. Өлекседегі өзгерістерді гистологиялық әдістермен зерттеуді қолдануымыз қажет. Ауру төлдің етінің ішіне не аналық малдың, не аталық сау семіз жылқының қанын натрий цитратымен араластырып жіберу арқылы емдеудің нәтижесі жақсы. Сондықтан полиглобулиндер, гамма-глобулиндер, гидролизин, L-иммуномодуляторын және де тимоген, тимозин, Т-активин, левомизол, наздрин, иммунофан және де тағы да басқаларын қолдануымызға болады. Аллергияға қарсы және қан тамырлар қабырғаларының өткізгіштігін реттеу мақсатында калий глюконатын, супрастинді, пипальфенді, натрий тиосульфатын және де тағы да басқа дәрілерді қолдануымызға болады. Микроорганизмдерге қарсы антибиотиктер мен сульфаниламидтерді кеңінен қолданамыз. Ауру жіті түрде өткенде бастапқы кезінде грамм оң микроорганизмдердің басым болатынын ескере отырып, пенициллин мен стрептомицин қоспасын қолданудан жақсы нәтиже алуымызға болады. Ал жітілеу және созылмалы түрлерінде стрептомицин, тетрациклин, окситетрациклин, левомицетиз қолдануды ұсынады. Сақтандыру шаралары. Аналық малдың жатырында өсе бастаған ұрыққа қалыпты жағдай туғызудан бастауымыз керек. Организмді жас кезінен шынықтырудың маңызы зор, және де басқа да қолданылатын шаралар мал ұстайтын жерде зоогигиеналық қалыптылықты қадағалау, уақытында дезинфекция жүргізіп отыру, жоспарлы түрде диспансерлік тексеруді жүргізу, аналық малдың, әсіресе буаз малдардың күтімін жақсарту, төлдерді дұрыс өсіру ережелерін сақтауымыз қажет. Нитокс дәрілік препаратын емдеу шара ретінде қолдануымызға болады. Бұны бұлшық етке 1 мл препаратты 10 кг тірілей салмаққа салуымызға болады. Және де қажет болған жағдайда 72 сағаттан кейін дәрілік препаратты қайта енгізуімізге болады. Тәуліктік бір жерге салынатын максималды мөлшер ол ірі қара малға 20 мл, ұсақ жануарларға 5-10 мл болып табылады. Келесі қолданылатын дәрілік препаратымыз флоридокс деп аталады. Бұны да бұлшық етке, бағанағындай жануарлардың мойнына салуға болады. Бұл бұзауларға 1 мл мөлшерде 7,5 кг тірілей салмағында өлшеп салынады. 3-5 күн емдік мөлшері. Шошқаларға 1 мл 10 кг салмағына, бұл препараттың да емдік мөлшері шошқалар үшін 3-5 күн. Ұсақ мүйізді малға 1 мл 7,5 кг салмаққа 3-5 күн қатарынан салады. Одан кейін бір жерге салынатын мөлшері торайлар мен бұзаулар үшін 2,5 мл-дан аспау керек. Бұзауға және де ересек шошқаларға, ұсақ мүйізді малға 5 мл-дан аспау керек. Және де осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Тыңдағандарыңызға рахмет. Жақсы, сау болыңыздар.